Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Саран қаласына барды. Тұрғындар әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, білім беру, медицина және құқық қорғау органдарына қатысты мәселелерді көтерді. Қаламыздағы Нығмет Нұрмақов мектебінде Ақселеу Сейдімбекті еске алу мақсатында семинар өтті. Іс-шараға Ақселеу танушылар, профессор және педагогтер қатысты. Киетін ештеңе жоқ. Дәл осындай атаумен облыстық бейнелеу өнері мұражайында ой толғам көрмесі өтті. Саран қаласындағы балабақшаларда қазақ тобы ашылмай жатыр. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек бұл мәселені тамыз айында көтерген еді. Алайда әлі күнге дейін жүйелі жұмыс жүргізілмеген. Аймақ басшысы білім бөлімі басшысын қызметінен босату туралы тапсырма берді. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Саран қаласының тұрғындарымен кездесіп, шаһардағы мәселелерді тыңдады. Халықта әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, білім беру, медицина және құқық қорғау органдарына қатысты сұрақтар жиналып қалған. Мәселен, Саран тұрғыны баласын қазақ балабақшасының тобына бере алмайтынына шағымданды. Себебі шаһардағы мектепке дейінгі білім беру мекемесінің бірінде қазақ тілінде оқытатын топтары жеткіліксіз. Жеңіс Қасымбек білім басқармасына тексеруді бастау туралы тапсырма берді. Мен бұл мәселені тамыз айында көтергенмін. Қазақ топтары неге ашылмайтыны маған түсініксіз. Сонымен қатар бірінші мектепте әлі күнге дейін директор жоқ. Жағдайды қашан түзетесіз? Мен қалалық білім бөлімінің басшысын қызметінен босату туралы тапсырма бердім. Бұл процесті жеделдетіңіз. Сондай қала тұрғындары өскелең ұрпаққа қатысты өзекті мәселелерді көтерді. Абай атындағы мектепте спорт залының құрылысы қашан аяқталады деп облыс әкімінен сұрады. Жосықсыз мердігердің кесірінен барлық жұмыстар тоқтатылған. Құрылыс басқармасының басшысы Мұрат Магазин бұл мәселені бақылауда ұстайтынын хабарлады. Мердігерді сотқа берген, қазір нысан құрылысына жаңа конкурс жарияланды. Осы тұста облыс әкімі 2 жыл ішінде өңірде 16 жаңа мектеп салынатынын жеткізді. Көтерілген мәселе қазақ мектебі бойынша өте өзекті мәселе. Ол жалпы Қарағандының қасындағы қалаларда бар мәселе. Онда мектептерді жалпы облыс бойынша 16 мектеп салынады, келе жатқан 2 жылдың ішінде. Оның ішінде 10 мектеп Қарағандыда, үш қала мектебі и ауылдарда салынатын болады. Орталық қазандықтың құрылысы желтоқсан айында аяқталады, бірақ тұрғын үйлер мен әлеуметтік сала нысандарын қосу 2023 жылы басталып, 2 жыл бойы жалғасады. Аймақ басшысы Саран қаласын дамыту керектігін атап өтті. Жаңа зауыттар салынып, жұмыс орны құрылатын болады. Барлық айтылған мәселе кезең-кезеңмен өз шешімін табады деді Жеңіс Қасымбек. Сондай-ақ ол азаматтарға жеке қабылдау өткізді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында халықтың табысын арттыру бағдарламасы сәтті жүзеге асырылып келеді. Кәсіпкерлерге өз ісін жалғастыру үшін тегін гранттар, сондай-ақ бизнестерін ұлғайтуға бағытталған басқа да шаралар қарастырылған. Тоқтар Асқаров мемлекеттік гранттың арқасында кәсібін кеңейтіп өз ісін жүргізіп отыр. Кәсіпкер құрылыс материалдарын шығарумен айналысады. Оның айтуынша өнімге сұраныс жоғары, табыс жақсы. Ол 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. Көктемде кәсіп бастағанбыз, осы бизнесті бастап, бізге әкімнен көмек болды, грантқа түстік. Аллаға шүкір, грантпен көмектесті, әкімнен осындай продукциялар алдық, қалыптар алдық, бетономешалка алдық. Жақсы, бізде көктемнен бастап 3 адам жұмыс істеді, бізде 3 қызметкеріміз болды. Өзіміздің Қазақстаннан шығатын цементтерді қолданамыз, өзіміздің Қарағандыдан шығатын цементтер, Жамбыл цементтерді қолданамыз. Осын жергілікті материалдарды қолданамыз. Жобамен бір айда енді 2 миллиондай пока табуға болады. Айта кеткен жөн, өңірде облыс әкімінің жастар кәсіпкерлігін дамытуға және қолдауға арналған гранттарын беру бойынша конкурсқа өтінімдерді қабылдау басталды. Оған 18 жастан 28 жасқа дейінгі ісін жаңа бастаған немесе жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер шақырылады. Жеңімпаздар 2 миллион теңгеге дейін грант алады. Бөлінген гранттың жалпы сомасы 100 миллион теңгені құрайды. Құжаттар 7 қараша сағат 18:00-ге дейін қабылданады. Толық ақпаратты облыс әкімдігінің сайтынан алуға болады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқашта полицейлер алкогольдік сусыны бар 17 мыңнан астам бөтелкені тәркіледі. Оқиға орнында 25 жастағы күдікті ұсталды.
Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Балқаш мекемелерінің бірінде контрафактілік алкоголь өнімдерін сатумен айналысатын туралы жедел мәлімет алды. Тергеу барысында экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлерімен бірге мейрамхана кешенінің қоймасынан 852 қорап ішімдік немесе жалған есеп бақылау нөмірлері бар 17.040 бөтелке табылып тәркіленді. Оқиға орнында 25 жастағы күдікті ұсталды. Оның пәтерін тексеру барысында аңшылық мылтықтың кесінді салынды. Қазіргі уақытта жеткізушіні қылмыстық әрекетке қатысы бар адамдарды анықтау және ұстау мәселелері бойынша іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Қаламыздағы Нығмет Нұрмақов мектебінде Ақселеу Сейдімбекті еске алу мақсатында семинар өтті. Іс-шараға Ақселеу танушылар, профессор және педагогтер қатысты. Білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен қазақтың көрнекті әдебиет танушы ғалымы, аса көрнекті этнограф, өнер зерттеушісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, филология ғылымдарының докторы Ақселеу Сейдімбектің 80 жылдығына арналған алашқа ортақ тұлға Ақселеу Сейдімбектің тағылымды мұрасы атты облыстық семинары өтті. Іс-шараның мақсаты этнограф жазушы Ақселеу Сланұлының өнегелі өмірі мен тағылымды мұрасы негізінде жас ұрпақ бойында рухани құндылықтарды қалыптастыру. Жаңағыдай облыстық семинардың артынан жалпы қазір қазақ тілі облыстық мұғалімдері келіп отыр, қазақ тілі және әдебиет ұстаздары келіп отыр. Сол ұстаздармен семинар, тренинг әрі қарай сол кісінің өмірбаянын, жалпы өмір жолын дәріптеу мақсатында әрі қарай семинарымыз жалғасады. Естеріңізге сала кетсек, жыл басынан бері Ақселеу Сейдімбектің шығармашылығын насихаттауға ұлы әдебиетшіні еске алуға баса назар аударылып отыр. Өз кезегінде Қойлыбай Асанұлы Жаңарқада өткен Ақселеу атамыздың республикалық деңгейдегі жыр мүшәйрасы туралы айтып берді. Таяудаған осы қыркүйек айының 10 жұлдызында мынау Ақселеу Сейдімбектің туған жері Жаңарқада Ақселеу Сейдімбектің 80 жылдығы үлкен республикалық деңгейде қазақтың салты дәстүрі бойынша жаңағы ақбоз үйін тігіп, аламан бәйгесін жасап, жыр мүшәйрасын жасап, үлкен ғылыми практикалық конференциясын жүргізіп, үлкен бір той жасап тастады. Алла қаласа. Бірақ енді ақаң туралы осы жыл басынан бері әлі де осындай шаралар жалғасып келе жатыр. Соның бірі Нұрмет Нұрмақов атындағы осы білім ордасында бүгін Ақселеу Сейдімбектің 80 жылдығына арналған ғылыми конференцияға, семинарға келіп отырмыз. Сондай-ақ іс-шара барысында Ақселеу Сейдімбек атындағы Жаңарқа ауданындағы мектеп телекөпір арқылы семинарға қосылды. Айта кететін жағдай, Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектепте ұлт жанашырлары мен әдебиет саңлақтарына көп көңіл бөлінеді. Семинар, тренинг жиі өткізіліп тұрады. Жақында білім ордасында Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығында дәл осындай кездесу ұйымдастырылмақ. Дидар Қалқатайқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Киетін ештеңе жоқ. Дәл осындай атаумен облыстық бейнелі өнері мұражайында ой толғам көрмесі өтті. Шарада қандай экспозициялар қойылған, авторлардың еңбегі неге киімге арналған, әріптесім Айнұр Азаматқызы тарқатады. Киімді шамадан тыс тұтыну мәселесі қарағандылықтардың киетін ештеңе жоқ атты шығармашылық ой толғам көрмесі негіз болды. Үлкен экспозиция 12 қазанда облыстық бейнелі өнер мұражайында ашылды. Неге суреттердің атауы киетін ештеңе жоқ деп аталады? Мұнда келушілердің де басты сұрағы сол болды. Ал авторлар мұны жаһандық проблемалардың бірі деп түсіндіріп, ұсынылған жұмыстарда өзге де мәселелердің де қарастырылған айтылды. Фотосуреттер осы жылдың ақпан-наурыз айларында дүниеге келе бастады. Әлеуметтік кәсіпкер Мира Аргимбаева түсірілім үшін заттар ұсынды. Мысалы, толықтырған шкафтардан киюге ештеңе жоқ деген мәңгілік әйел мәселесі, сонымен қатар жаман көңіл күйде жасалған асығыс сатып алулар, шапоголизм сынды мәселелер көрсетілген. Көрмеде маталардың қалдықтарынан механизмдерден жасалған зергерлік бұйымдардың топтамасын, сондай-ақ ескі заттардың қиындыларынан жасалған киімдер топтамасын көруге болады. Айта кетейік, қарағандылықтар әр автордың туындысын 23 қазанға дейін көріп, тамашалай алады.
Орталық өңірлік қолбасшылығында ұлттық ұлан бөлімшелерінің рота командирлері арасындағы байқаудың екінші кезеңі өтіп жатыр. Жарыс Қарағандыдағы 6505 әскери бөлімде жүргізілді. Жарысқа орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 6 әскери бөлімнен 20 офицер қатысуда. Аталмыш додада Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарындағы қызметтік жауынгерлік міндеттерін үздік орындап жүрген сарбаздар бақ сынайды. Байқауға үздік рота командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмысы жөніндегі орынбасары, үздік взвод командирі дене шынығу мен тактикалық білімдері мен мемлекеттік құқықтық дайындық сабақтары бойынша сынға салынатын болады. Бірінші кезеңде біз атыс дайындығы және дене шынықтыру дайындығы бойынша сынақтар тапсырдық. Алдағы уақытта осы орталық өңірлік қолбасшылығының атынан үздік болып атанып, ұлттық ұланның бас қолбасшылығында өтетін сайысқа орталық өңірлік қолбасшылығының атынан баруға ниеттеніп отырмын. Бір күн бұрын Қарабас кентіндегі оқу орталығында офицерлер спорттық және атыс дайындығы бойынша нормативтерді орындады. 20 қатысушының ішінен 13 үздік таңдалды. Олар мемлекеттік құқықтық дайындығы, тактика, саптық дайындық, рота мүлкін жүргізу сияқты пәндерінен сыналды. Еске салайық, байқаудың бірінші кезеңі тікелей әскери бөлімдерде өтті. Екінші кезең өңірлік қолбасшылықтар деңгейінде ұйымдастырылды. Ал байқаудың республикалық кезеңі қаңтар айында Елордада болады. Айнұр Шалғынбай, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Кикбоксингтен әлем чемпионатында спортшыларымыз 5 медаль жеңіп алды. Жарысқа барлығы 700-ден астам спортшы қатысқан. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы халықаралық біріншілік 30 қыркүйек пен 9 қазан аралығында Италияда Венеция ривьерасындағы Лидо ди Эзела курорттық қаласында өтті. Онда 63 елден 735 кикбоксшы қатысты. Қазақстан құрамасының құрамындағы Қарағанды өңірінің 5 өкілі әлем чемпионатының медальдары үшін бақ сынасты және олардың барлығы да марапаттарға ие болды. Әлем чемпионатында осындай үздік нәтиже көрсеткенімізге дән ризамыз. Менің спортшым Рафаил Иванов алтын жеңіп алды. Венгер және түрік спортшыларын ойсыратып, 3-ші кезеңде шымкенттік әріптесін шаң қаптырды. Қарағандыда кикбоксинг өте жақсы дамыған. Жігіттерді мақтан тұтамын. Спарта клубында жаттығатын 2 спортшы аталмыш чемпионатта бақ сынасып жеңіске жетті. Рафаил Иванов әлем біріншілігінде 3 қарсыласында жеңіп алтын ұтты. Осылайша спортшы небәрі 18 жасында әлем чемпионы атағына ие болды. Сондай-ақ Спарта клубының тәрбиеленушісі Сергей Каталов қола жүлдеге ие болған. Мен кикбоксингпен 6 жылдан астам уақыт айналысып келемін. Осыған дейін Қазақстан чемпионатында да жеңіске жеткен едім. Испаниядағы жарысқа келетін болсам, маған түрік елінің спортшысымен сынға түсу ауырға соқты. Алайда уақытынан бұрын жеңдім. 63 келіде өнер көрсетіп, осындай нәтижеге қол жеткізгеніме ризамын. Алғашқыда Молдовия азаматымен бақ сынастым. Жаттықтырушыларының айтқанын бұлжытпай орындағанымның арқасы осы нәтижеге қол жеткізіп отырмын. Бұл спортпен 9 жыл бойы шұғылданамын. Болашақта кикбоксингтен Олимпиада ойындарына қатысқым келеді. Спортшылар 2024 жылы Франциядағы, 2028 жылы Лос-Анджелестегі Олимпиада ойындарына қатысуға ниетті. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.